Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай көбелек бантын тоқып үйренеміз десек болады. Бұндай көбелек бантты көбінше жаңағы носки тоққан, сол носкиге сәндік ретінде тігіп қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Ал ендеше кеттік. Оған керек заттар: крючок, номері менікі 2-7, және де ең қарапайым жаңағы магазиндерде сатылатын ең арзан жіп десем болады. Үшін ең бірінші 17 бос ілмекті іліп аламыз. Бір, 2, 16 және 17. Міне осы бос ілмектің 4-еуін тастап, 5-шісіне бір ілмекті ілмек іліп аламыз. Ол үшін міндетті түрде бір ілмек болу үшін осы жіпті крючокқа айландырып, 5-шісіне кіргіземіз. 2 бос ілмек іліп, арасында 2 бос ілмекті қалдырып, 3-шісіне тағы да бір ілмекті ілмек іліп аламыз. Тағы да 2 бос ілмек іліп, 2-еуін арасында тастап, 3-шісіне бір ілмекті ілмек іліп аламыз. Тағы да бос бір ілмек іліп, осы 3-шісіне салғанымызға тағы да сол салған жерімізге екінші ілмек ілеміз. Тағы да 2 бос ілмек іліп, арасына 2-еуін тастап, 3-шісіне бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да 2 бос ілмек іліп, 3-ші мына соңғысына бір ілмекті ілмек ілеміз. Арасына бір ілмек, тағы да бос ілмек іліп, тағы да осы жаңа салған жерімізге тағы да бір ілмекті іліп аламыз. Мына жіпті қазір біз мұнда жаңағы осылардың арасына тоқып жібереміз. Сонда мынаусы білінбей осының арасына кетіп қалады. Бос 3 ілмек аламыз мына. Содан кейін мына көрген жеріңізде мынау бір ілмекті ілген осы жіпке 4 бір ілмекті ілмек ілуіміз керек. 1, 2, 3, 4, 4. Мынамен қосқанда сонда 5 болады. Ал енді мына келесіне айландырып отырып, дәп осылай, бірақ бұл жағына уже 5. 5 бір ілмекті ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4, және де 5-шісі. Одан кейін мына жаңа ортасындағы қалғанға мына басынан кіргізіп, мына жіпті ілмек те ілмей, тек осы жіпті осыған біріктіріп шығарып аламыз. Міне. Сонда көрдіңіздер ме? Мынау біреусі уже дайын болды.
Ал келесісіне ешқандай бос ілмек ілмей, бір ілмекті ілмек алып жалғастыра береміз. Тағы да 5 тоқу қажет. 1, 2, 3, 4, 5. Көрдіңіздер ма? Сонда осындай мынандай бір ілмекті жіпке 5 ілмек тоқуы керек. Келесіне тағы да 5. 1, 2, 3, 4, 5. Көбінше бұны осындай жұқа, қалың емес жіптерден тоқыған абзалырақ болады. Өйткені бұдан дәуірегімен қалыңырақ жіппен тоқсаңыздар, көбейліктеріңіз өте үлкен болып кетеді. Осыған да 5 тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Және міне соңғы ілмекке тағы да 5. 2, 3, 4 және 5. Мінекей. Көргендеріңіздей бір қатары дайын болды. Ал енді екінші қатарын қалай тоқитынын көрсетейін. Жаңа осы жіпті мынаның ортасына кіргізіп, бір жіпті ешқандай ілмек алмай осыған шығарып аласыздар. Сонда бірігетін ал. Осыған бос 4 ілмек алып, тағы да қатарына бір ілмекті ілмек ілеміз. Одан кейін тағы да 2 бос ілмек іліп, уже мынаның ортасындағысына бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да 2 бос ілмек іліп, мынаның ортасына уже бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да бір бос ілмек іліп, бір ілмекті осы жерге қайта кіргізіп, сонда мені көрдіңіздер ма? Тура жаңағыдай қайталанады ғой. Тағы да 2 ілмек іліп, мынаның ортасы кірген жерге бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да 2 ілмек, бос ілмек алып, мынаның ортасына бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да бос бір ілмек арасына сонда кішкене арасы ашық болу үшін бір ілмек ілеміз. Тағы да бір ілмекті іліп аламыз. Мінекей. Тура жаңағы бірінші рядтағы қайталанды. Тағы да 3 бос ілмек іліп, бір жіпке 4 бір ілмекті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Мына жаңа бос 3 ілмекті қосқанда сонда 5 болады. Алына келесісіне міндетті түрде 5 тоқылу керек. 1, 2,
3 4 және 5. Осылайынан міне мынау жаңа ортасындағысына қайтадан осылай кіргіземіз. Одан кейін ешқандай ілмек ешнәрсе алмай, мынаусына сразу 5 ілмекті бастап кетеміз. 1 2 3 4 5. Осылай аяғына дейін жаңағы бірінші рядты қалай тоқыдық, дәп солай осы екінші рядта дәп солай тоқылады. Ал үшіншісіне келген кезде мен сіздерге қайтадан көрсетемін. Мінекей мен екінші рядты тоқып бітірдім. Үшінші рядтың бастамасы дәп жаңағыдай ортасына кіргізіліп, осы ешқандай ілмексіз жаңа алған жіп осы соңғы аяқталған жіпке кіргізіледі де аяқталады. Тағы да 4 бос ілмек алып, және не осы тесікке жаңағы арасындағы мына тесікке тағы да бір ілмек ілінеді. Тағы да арасына 2 бос ілмек алынып, мынаның ортасындағы міне көріп тұрсыздар ма, мына жіпке бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да 2 бос ілмек ілініп, мынаның арасына бір ілмекті ілеміз. Бос бір ілмек алып, тағы да осының арасына бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да 2 бос ілмек алып, мынаның арасында жаңа жіпке бір ілмекті іліп аламыз. 2 тағы да бос ілмек алып, мынаның арасына бір ілмекті іліп аламыз. Тағы да бос бір ілмек алып, мынаның арасына бір ілмекті іліп аламыз. Мінекей. Үшінші рядына келіп тоқтадық. Бұл дәп мынау 1, 2-дегідей 3 бос ілмек алынып, мынаның бастапқысында бір жіп осыған 4 ілмекті іліп аламыз. Қалғандар дәп осылай жалғасады. Осыны аяқтаған кезінде көрсетемін. Үшінші ряды да дәп осылай көргендеріңіздей тоқылып, міне аяқталып бітті. Яғни мына көбелектің бір жағы тоқылып бітті десек болады. Келесі жағы да дәп осылай тоқылады. Оны енді өздеріңіз тоқсаңыздар болады. Бір айта кетерлік, мұнда осы жіптен қайтадан ортасына алып аяқтаймыз, және бұл екеуін біріктіру үшін бір қатар жаңағы тағы да бір бос ілмек алып, бір-бірден жар арасына кіргізіп, тоқып осылайынан аламыз.
тағын арасына кіргізіп тоқса да болады. Және де соңғы жағынан осылайынан алып жіберсек, өзі кішкене көбелегіміз жинақы болып, әдемі болып аяқталынады. Осы мына шетіндегі жағы ең алғашқы 3 бос ілмектің біреусін арасынан жағы кіргізіп іліп жіберсек әдемі болады. Міне. Тағы да қатарынан осылай бірінші рядты жасағандай, дәп екінші рядты осылайынан тоқып аламыз. Бұл жерде де соңғы рядына кіргізіп алсақ, кішкене жұмыс жинақы болады. Міне. Яғни, көбелектің міне шартты бөлігі аяқталды. Келесі бөлігі дәп осылай тоқылады. Ал енді мен сіздерге бұны қалай біріктіретінін көрсетемін. Мына екеуін бір-біріне беттестіріп, осы жаңағы мына қалған жіпті шығарып, бұған көпте жіп керек емес. Бір кішкене бір осындай ғана алсаңыздар жетеді. Мына жіпті шығарып, арасын біріктіріп, бір тіккендей болып, міне. Осылайынан біріктіріп аламыз. Міне бұны бұлай тартқан кезінде кішкене тартыңқылап, көбелек бантқа ұқсап шыға келеді. Міне. Ал енді мына моншақтарды өздеріңіз жіппен әдемілеп тігіп алсаңыздар болады. Мынаның артын осылайынан жіптерге кіргізіп, арасы шешіліп ажырап кетпейтіндей қайта қайыра теріс жағынан осылайынан аяқтай саламыз. Мінекей, болды. Көбелек бантымыз дайын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып сұрай берсеңіздер болады.